Біз Америкадағы қазақ отбасымыз, және қазір мен $90 алынған азық-түлікке распаковка жасаймын. Кеттік ендеше. Ең бірінші қарбыздан бастайық. Осындай үлкен қарбыз $5. Бананның 1,5 килограммы $1,5. Жүзімнің 1,5 килограммы $5. Черешняның 1,5 килограммы $9. 2 килограмм помидор $4. 2 қапшық пияз $6. Бұл 3 килограмм. Осындай колбасалар әрқайсысы $3-дан, сиыр етінен үшеуі $9-ға. 500 грамм осындай тұздалған қияр банкадағы $2. Сгущенканың әрқайсысы $2-дан $4. Панкейкқа арналған осындай микс, сүт қосып жасайтын, бұл $2. Тортқа арналған осындай микс әрқайсысы $1-дан. Сэндвичқа арналған осындай нан екеуі $3, ал мына түрі $2-ға. 2 литр яблочный сок екеуі $4, ал мынандай гранатовый сок $3-ға. Балаларға пачка трубочкамен сок, ішінде 10 штук болады. Сыртқа алып шыққанға өте ыңғайлы. Өте үлкен влажный салфетки 3 пачкасы $5-ға. Үлкен пачка чипсы $3, осындай конфет балалар ашып қойыпты $3. Мороженыйға арналған үлкен вафли, ішінде 12 штугы $3. Балаларға жасап бергенге өте ыңғайлы. Ал мына мороженыйдың бағасы $7, ішінде 4 литр болады. Ал сіздің ойыңызша алған заттардың қайсысы арзан немесе қымбат болып көрінді, ойыңызды жазыңыз. Америкадағы қазақтардың өмірі қызық болса, маған тіркелуді ұмытпаңыз.